Тізім, тікті. Бітті санаған жүргіз. Бірінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, оныншы, он екінші. Назарларың орта. Оқытушы мырза, бүгінгі алғаш әскери дайындықтың 10-шы асында қатысу жалпы оқушылар 15. Қатысып отырған оқушылар түгел. Баяндама беруші, взвод командирі жақсылық Арсен. Саламатсыздар оқушылар. Саламатсыз оқушылар. Ал оқушылар, үй тапсырмасына не берілді? Кім жауап береді? Қазақстан қарулы күшінің 4 жарғысын берді. Қазақстан қарулы күштерінің жалпы әскери жарғыларын. Олай болса, оқушылар зымыран сұрақтары арқылы біз бүгінгі үй тапсырмасын сұрап жүреміз. Енді жалпы әскери жарғылардың екінші жарғысы кім айтады? Екінші жарғысы. Гарнизонда және қарауылдық қызмет жарғысында гарнизонда және қарауылдық қызметтер ұйымдастырылады және өткеру арқылы айқындалады. Отыр ғой. Дұрыс. Жалпы әскери жарғының үшінші жарғысын қайсымыз дайынбыз? Тұра ғой, Арсен. Үшінші жарғы саптық жарғы. Бұл саптық жарғы әскерлердің өзінің сапта жүруі, қарумен және қарусыз оны қолдануы, және әскери машиналарды ұрыс алаңында қандай уақытта, қай уақытта дұрыс қолданып алу, яғни оны қырықтан шығару осы саптық жарғыға жатады. Дұрыс, отыра ғой. Ал оқушылар жақсы дайындықпен келіпсіздер. Ал оқушылар сабақты бастамас бұрын бірінші сыныпты топқа бөліп аламыз. Бірінші мына жерде 3 топқа АК-74 тобы, АКС-74 тобы, сосын РПК 74 тобы. 3 топқа бөлеміз. Ол топқа бөлу үшін ең бірінші мына жерде QR кодтар берілген. Осыған өздеріңіздің смартфондарыңыз арқылы QR код таңдаймыз. QR код арқылы өзіңіздің тобыңызды анықтаймыз. Олай болса, экранда көріп тұрсыздар, 4 сурет бір сөз ойынына назар аударайық бәріміз. Мына жерде 4 сурет көріп тұрсыздар, 4 суретте ортақ мөлшерде бір сөз бар, соны табамыз. Мына 4 суреттен дұрыс айтасың, Рамазан. Автомат дұрыс айттың. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Калашников автоматын жартылай бөлшектеу және құрастыру жаттығулары. Олай болса, оқушылар диал әдісі бойынша топтық жұмыс болады. Топтық жұмыста жаңа тақырыпты өздеріңіз ашып түсіндіріп беретін боласыздар. Бұл жерде енді 3 топқа 3 тақырып береміз. Бірінші топқа қару және патронды қолдану кезіндегі қауіпсіздік шаралары сіздерге бірінші топқа. Екінші топқа Калашников автомат және қол оқшашаларының қызметі. Екінші топқа тақырыптарыңызды танысыңыздар. Үшінші топқа Калашников автомат және қол оқшашаларының ұрыстық қасиеті, жалпы құрылысы және жұмыс істеуі. Үшінші топқа. Және мынау бағалау парақтары арқылы топтар бір-бірін бағалайтын болады. Қазір мен әр топқа бір-бір парақтан таратып берем. Топтар, мына тақырыпты бәрі 3 топқа 3 тақырып берілді. Осы тақырыпты дайындауға, әзірлеуге сіздерге 7 минут уақыт беріледі. 7 минут уақыттың ішінде сіздер әзірлеп шығуларыңыз тиіс. Қаруды оқтағанда және де оғын алғанда қауіпсіз бағытқа бұру қажет. Ақауы бар қару, жарақ және оқ дәрілерді қолдануға тыйым салынады. Ал оқушылар, топтық жұмыс әр топ өзінің постерін қорғап болды. Олай болса, бағалаушыларға сөз берейік. Әр топтан бір оқушы тұрып, келесі топты бағалаймыз. Бірінші топ. Сізге АКС 74 тобының бағалауы
көрсетіп болады. Олардың постердің ашықтылығы анық болды, жақсы сипаттап әдемі көрсеткен, 3 ұпай. Тақырыптың ашылуы жақсы мәліметтер беріп, айтып берді, 3 ұпай болды. Баяндалуы да жақсы баяндап, анық сөйледі. Жаңа тақырыпқа байланысты көп мағлұмат бердіңіздер. Енді сіздерге қосымша мен де мағлұмат беріп кетсем, мына жерде практика жүзінде сіздерге қолмен ұстап көрсетіп беремін қазір. Так, АК-74 қаруы қарсыластың тірі күшін жоюға арналады. Қарсыластың тірі күшін жоюға арналады. Негізгі 3 бөліктен тұрады. Оңғы бірінші бөлігі, екінші оңғы қорабы, үшінші дүмбі. Негізгі 3 бөліктен тұрады. Енді қазір бөлшектермен таныстырып өтірем. Ең бірінші оқжатарды бөлшектеп аламыз. Оқжатар атауы, оқжатар оқтың сыйымдылығы ішіне 30 оқ. Калибрі автоматтың 5,45 мм, оңғының калибрі қазір түсіндіріп өтем. Так, оқжатарды бөлшектеп алдық. Одан кейін оқтың бар жоғын тексереміз. Оқтың бар жоғын тексерген кезде бекітпе жақтауын кері қарай тартып, қайтадан жібереміз. Одан кейін шүртпен басамыз. Қауіпсіздік ережесі. Бірінші бөлшектеген кезде адамға кезеуге болмайды оқтағаннан кейін. Сосын оңғыны я жоғары, я төмен ұстау керек. Так, екінші оқтың бар жоғын тексердік. Одан кейін дүм ұясынан пеналды шығарамыз. Пенал. Бұл пеналдың ішінде автоматқа күтім жасайтын құрал жабдықтары болады пеналдың ішінде. Одан кейін сүмбі. Сүмбі, бөлшектің аты сүмбі, бұл автоматтың оңғысын ішін тазартуға арналады. Пеналдың ішіндегі шөткісі болады, сол резві бойынша кейіліп, мына оңғының ішін тазартуға арналған. Сүмбі. Одан кейін жалын тежегіш компенсатор дейді бізде. Жалын тежегіш компенсатор сағат тіліне қарама-қарсы бағытта бұралады. Бұл оқтың шоғырланып ұшуына ықпалын тигізеді және автоматтың ату кезіндегі кері қарай тебу әсерін азайтады. Одан кейін оңғы қорабының қақпақшасы. Оңғы қорабының қақпақшасының қызметі ішкі механизмдерге шаң тозаң түсірмеу үшін оңғы қорабының қақпақшасы. Одан кейін қайтармалы механизм. Қайтармалы механизм бекітпе жақтауын кері қарай қайтарып отыру үшін арналған қайтармалы механизм. Одан кейін бекітпе жақтауы. Бекітпе жақтауының ішінде бекітпе орналасқан, өзінің фигуралық ойығымен ішінде орналасқан. Одан кейін газ түскішесі. Газ түскішесі бөлшектің атауы. Одан бөлек бұл жерде енді оңғы бар бізде. Оңғының ішінде 4 ойық бар. 4 ойық оқтың ұшуына айналмалы қозғалыс беріледі ішінде, оқтың ұшуына. Одан кейін құндақ. Құндақ автоматты атуға ыңғайлы етіп жасалған, қолды күйден сақтайды. Автомат түрде атылған кезде мына оңғы барынша қызады, сол қолды күйден сақтайды. Одан кейін дүмбі. Дүмбі автоматты атуға ыңғайландыру үшін жасалған бөлшегі. Одан кейін көздеуіш тақтайшасы дейді, сосын мына жерде қарауыл дейді басында. Қарауыл, көздеуіш тақтайшасы. Екеуі автоматқа көздеу үшін, нысананы көздеу үшін арналған көздеуіш тақтайшасы. Олай болса, жұптық жұмысқа кезек береміз. Жұптық жұмыс бізде сұрақты ұстап ал әдісі бойынша өтілетін болады. Сұрақ қойылады, соған жұмыспен жауап беретін боламыз, талқылаймыз. Мына жерде Ғазиздің жұбы жоқ екен, қасына Нұршат жұп болып қасына барса, дескриптор арқылы бағаланатын боласыздар. Ендеше бірінші жұп Азамат пен Рамазан. Автоматты толық емес бөлшектеу не үшін жүргізіледі? Майлау үшін. Майлау үшін, күтім жасау үшін. Күтім жасау үшін жүргізіледі. Дұрыс. Олай болса, топтар, мына жерде жұптық жұмысты тәмамдадық. Қазір енді дескриптор арқылы жұптар бір-бірін бағалап жіберсе. Ғазиз бен Нұршат дескриптор бойынша сұраққа толық жауап берді деп ойлаймын. Және бізге толықтай тілмен жалпылай түсіндіріп берді. Ал олай болса балалар, енді жеке жұмысқа тоқталып өтеміз.
Жеке жұмыс мына жерде ақиқат па, жалған ба деген сұрақ бойынша сіздерге қазір таратып берем, алдарыңызға сұрақ. Ал тапсырманы аяқтасақ, бәріміз қазір экранға дұрыс жауабын шығарып қойдық. Біз осы бойынша өздеріңізді бағалайсыздар тексеру арқылы. Ал оқушылар, жеке жұмысты аяқтап болсақ, бәріміз енді бүгінгі тақырыпқа байланысты Калашников автоматын жартылай бөлшектеп жинақтау тақырыбында бізде видео көрсетілім бар. Соған экранға бәріміз назар аударайық. Одан соң пенаны шығарамыз, шомылды шығарамыз, шомылды ұрып шығармау болады, немесе қолмен ұрып шығарамыз. Кнопканы басып, крышканы ашамыз. Видеороликті тамашалап болсақ, бәріміз тамашалап болсақ, мына жерде енді автоматты жартылай бөлшектеп жинақтаудың нормативімен таныстырып өтейін сіздерді. Автоматты толық емес бөлшектеу үшін өте жақсы 13 секунд, жақсы 15 секунд, қанағаттанарлық 17 секунд. Оқушы жақсылап автоматты жартылай шашуға келіп тұр. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Мына жерде нысананы көріп тұрсыздар. Нысанада 4 бағыт бойынша. Бірінші бағыт менің эмоционалдық жай-күйім, сабақтағы әдістер мен жұмыс түрі, екінші бағыт. Үшінші бағыт менің белсенділігім, төртінші тақырыптың мазмұнын түсіну. 4 бағыт бойынша өздеріңіз сабақты қалай түсіндіңіздер, соған байланысты нысанаға стикерлеріңізді ілеміз әкеліп. Ал балалар, сабақтың соңына да келіп жеттік. Сабақты қорытындылай келе, біз үй тапсырмасын береміз. Үй тапсырмасы тақырыпты оқып, мазмұндап, сосын Калашников автоматын жартылай бөлшектеп жинақтауды үйренеміз.